Осыған кезде шыннан кейін жаңағы өзінің көркіне барады, мамасына айтады, осылай мән-жайын түсіндіреді. Одан кейін егер де жақсы қарсы алса сол келінін, онда алғыс ретінде жаңағы құдағай осыдан кейін жүзігін сыйға тартқан болатын, және сондай мәртебесін анықтаған. Келесіде осындай түрлі белдіктер, сырғалар, сақиналарымыз бар. Жоғарыда енді ол жеке қолданушыларда түш қылыштар мен құлақ тазартқыштар болған осы. Оны енді мойнына тағып жүрген болатын. Осылай тағы да заттестіріп келесі енді құны жоғары дейміз, енді нақты айтатын болсақ 50, 100 немесе тіпті 500 бас жылға дейін де баруы мүмкін. Келесі музыкалық аспаптар, басында ол музыкалық емес, басқа қызмет атқарған. Егер адам ауырып жатса, онда домбырасын күй тартып, жаңағы релакс жасап, адам дем алып, ақыры жазылған деп саналған. Яғни бұл басында емдік құралдар болды десек те болады. Мысалы осындай домбыраларымыз өзінің орындалуына байланысты неше түрлі саналған түрлерге бөлінеді. Шертпелі аспаптар дейді, ұрмалы аспаптар, үрмелі аспаптар және басқалары. Мынау адырна қазір жоқ десек те болады. Осы адырна қазіргі арқан ата-бабасы. Бұрын аңшылыққа шыққан кезде осымен қаруланған болады, күш жігер береді деп сеніп. Аса таяқ, түрлі осындай міне жетіген тұяқтардан жасалған тай тұяқ, саз балшықтан жасалған саз сырнай бар, ұрмалы аспаптар, барабандар, оның іші әдеттегілер жаңағы қуыс болады. Ұзақ шақырымға да